Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын граноланың рецептісін ұсынамын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ол үшін ең алдымен сары майды табаға салып ерітіп аламыз. Оттан алып, табиғи балды салып араластырамыз. Бізде балдың табиғи болғаны дұрыс. Корицаны салып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Корицаны салу маңызды емес, бірақ та қосып жасайтын болсаңыздар, гранола өте дәмді болып шығады. Онан соң аз-аздан сұлы жармасын салып, осылай араластырып аламыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, жарманы саламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 30 минуттай пісіріп аламыз. Бірақ та әр 5 минут сайын противенді осылай пештен шығарып, граноламызды араластырып тұрамыз. Себебі әр пеш әртүрлі пісіруі мүмкін. Көбінесе шет жағы ертерек қызарып, ертерек піседі. Сондықтан барлығы біркелкі болып пісіп шығу үшін, біркелкі болып қызару үшін осылай әр 5 минут сайын араластырып тұрамыз. Маған гранолаға осындай түрлі жаңғақтар қосып жасаған ұнайды. Мұны блендермен езіп қажет емес, осылай пышақпен турап аламыз. Міне біздің граноламыз дайын. Толықтай суығаннан кейін шоколад пен жаңғақты салып араластырамыз. Егер де шоколад болмаса, оны қоспай қойсаңыздар болады. Сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте көп рецепттер болады.